ғой. Енді біз естіп жатырмыз, бізден басқа да осындай баспасөзде істеп жүрген жігіттер бар. Бір ай, 2 ай, немесе 3 айға шыдамайды. Неге? Ол ұжымның мүмкін бір жағы шығар, немесе өзінікте шығар. Бірақ мен осындай жетісудай қара шаңыраққа келгеннен кейін ғана қажет атала алдым. Сол өзімнің ұжымыма, өзімнің әріптестерімнің арқасы деп білемін. Жақсы. Қажет, енді сіз жаңа өлеңде жазасыз мақалалармен қоса. Енді ертең тәуелсіздік күні, енді елге келгеннен кейін, жерге келгеннен кейін осы туған жеріңізге деген өлеңдеріңіз бар шығар міндетті түрде? Енді бар, енді мен негізі бір-екеуін оқып берсеңіз де болады. Патриоттық бағытта өлең жазамын енді. Әлгі Абай атамыз 40-тан кейін өлең жазып берді ғой. Сіз жаңа бір сөзіңізді айтып қалыңыз, осы туған жерге келгеннен кейін, отанға келгеннен кейін тіпті қыздарға махаббат туралы тіпті өлең жазбайтын болдым, тек патриоттық өлеңдер жазатын болдым деп. Өзі енді махаббатты ұмыту керек. Енді былай ғой, біз былайша айтқанда ең бақытты ұрпақпыз. Және де жауапкершілігі ең салмақты ұрпақпыз. Өйткені бақытты болатын себебіміз қазақ мемлекетінің тәуелсіздігін көріп отырмыз біз. Тәуелсіздіктің 20 жылдығын көріп отырмыз. Одан артық бақыт жоқ. Ал енді қажет өлеңді соңына таман оқитын боламыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, сол кісінің сауалын тыңдап алайық. Алло, құлағымыз сізде. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз бе? Қажеке, Дания Селимбайна сізге звондап тұрған. Иә. Сіз мына біздің бірлестікте жас ақындарға волонтер дейміз ғой, еріктілер ретінде көмектесіп, жол сілтеп жүрген адамсыз. Жақсының жақсылығын айт, нұры тассын дейді. Осы жайлы кішкене айтса кетсеңіз артық болмас еді. Жарайды, енді жақсы, хабарласқаныңызға рахмет. Хабарласып отырған көрерменіміз, енді мынау Мүшелтой балаларым жасөспірімдер клубының ол кісіні біз жақсы танимыз. Жақсы танимыз. Енді бұл кісі де жерде бұл білеміз ғой қандай жұмыстар жасап жатқан Мүшелтойдың. Жас суретшілер, жас шахматшылар, жас бишілер осыдан клуб ұйымдастырып, және де қуыршақ театрларын құрып, содан кейін бұл жерде жас ақындар клубы деген болды. Сонымен Дания бір күні маған осындай ұсыныс айтты, осындай жас ақындар клубы болып жеді. Жарайды дедік. Сонымен жас ақындар клубын бастадық. Өзі қазір екінші кездесу болды. Қала мектептарындағы осы ақындыққа негіз бар. Соған бейі бар балалардың бәрі жиналды. Енді одан өзіміздің жоспарымыз бар. Енді ол жерде енді ешқандай біз ақы етпейміз олардан. Бірақ соларды енді ақындыққа тәрбиелеу. Ынтасы қандай балалардың? Жасы сол мектеп балалар. 5-ші сыныптан былай қарай 11-ші сынып аралығында балалар. Керемет жалынды балалар. Мен сол балаларды көріп отырып, Қазақстан болашағын көз алдыма елестетіп кетемін де, олардың жалындары, жігерлері, ұмтылыстары. Енді олардың басын біріктіріп, оларға аз болса енді біз біраз нәрсе білеміз ғой. Тәжірибе үйренсек, жетелесек деген ниет. Сол бағытта осындай бір шаруа істеп жатырмыз. Бұйырса, бұның да ертең бір күн енді осы сіздердің телеарналар арқылы, газеттер арқылы да мүмкін қалған оқырмандар оқиды. Сондай шаруа. Жақсы, құптарлық іс екен, өлеңіңізді оқып берсеңіз. Жарайды, өсе мынау енді Астана туралы жазған өлеңнен бастайын енді. Тәуелсіздік бойтұмар деген өлең еді. Өтті қанша жылдар жылжып, атты қанша таң күліп, құлағыңнан бір кетпейді сол кездегі жаңғырық. Жігеріңе жалын беріп, жанарға от жандырып, бүкіл қазақ даласының мақтанышы Астана сарыарқаның төсіне кеп тұрақ тапты мәңгілік. Қазақ болып тарихта қаншам рет қан кештік, қаншам рет қан жыладық, зарға толы әндестіп, шұбырынды заман өтті, елім айлап шеткастық, желтоқсанның ызғарында жанарларда қалды өштік. Бәріне де тәубе тәңір, тәуелсіз ел атандық, енді сені жау алмайды, дау алмайды жанкештілік. Елдің ырыс берекесі, пейілі ме ғажабы, бүгін ұрпақ өз тарихын басқа жолмен жазады, қыран құсты көк байраққа қондырып аппаппенен қазақ елі болашаққа қадам басып барады. Ұлы Астана бас көтерді сарыарқаның төсінде, іргесінде көзін салып жатыр баба мазары. Бүкіл әлем бүгін бізге таңыр қайды таңдана, 10 жылда бой түзеді сәулет асқақ маңғала, бізге қарап бой түзейтін ойланатын кез жетті, иегінің астыменен қарағандар паңдана, батылдығы, батырлығы қазақ деген халықтың деп білген жөн мұның өзін әрбір адам, әр бала. Ынтымақтың туын тігіп жатқаннан соң еліші, күн сайын шалқып тасып келе жатыр өрісі, ешқашанда мызғымайды дей аламын сеніммен, пейілген мейрасқақ отандастар ырысы. Өйткені бұл тектен тегін бола салған іс емес, тек дәулеттің тегі болған, тектіліктің белгісі. Бірге соғып тәуелсіздік сенімімен жүрегі, қазақ елі жаңаша бір бастамамен түледі. Астананың тағанына бір тал кірпіш қойылса, Қазақстан тарихы да қалыңдайды бір елі, және бұған бүкіл әлем сенетіне табиғи бірлік пенен іріліктен соғылған соң тіреуі.
Ой, жақсы, керемет үйленген. Астана Деген- арасында да қас қағым сәтте бой қас қағым көтерген сәтте біздің жаңағы мақтанышымыз, Өйткені бас қойған қаламыз, әрбір елордамыз. кірпіштің өзі біз үшін бір тарих Жақсы. деген еді ол. Қажет, енді сіз қазір Жетісу газетінде тілшілік қызмет атқарып жүрсіз. Жалпы түрлі мақалалар, түрлі тақырыптарда қалам тартып жүрсіз. Сол бір есіңізде қалған, бір көмегіңіз тиген, сіздің мақалаңыз арқылы бір түйткіл мәселе шешілген жайттар болды ма? Енді негізі журналистің бәрі де солай ғой енді. Иә. Біреудің алғысын аласың, көптеген мәселелер жазылады. Енді ондай нәрсе көп басымыздан өтті. Әсіресе біздің Жетісу газетінің барлық журналистерде де осындай нәрсе өсе жағымды істер өте көп. Сондай бір адамға қол ұшын тигенде кейде бір қанаттанып жаңағы шығармашылық адамдар сондай болады ғой. Иә. Енді ол туралы газетте жазылған материалдар емес, енді негізі былай да қолым көп адамдарға жардамым, көмегім тиіп жүр енді. Бір жолы осындай мен ол кезде уақытша әлеуметтік бөлімде істеп тұрған кезінде немененің Кербұлақ ауданының Қаражоқы деген жерден бір кісі келді. Әйел кісі, жанында жолдасы бар, жолдасы таяқпен жүреді. Ол кісілер адасып кіріп кеткен ғой. Газеттің редакциясына. Редакцияға кіріп кеткен, бұлар әсілінде мына зейнетақы төлеу орталығын таба алмай жүрген. Содан келді, сол кісілерге біраз жардамдан. Енді сондай істер көп, енді оның бәрін енді қазір енді еске түсіріп бәрін айтып бере алмаймын енді. Бірақ біздің әр материалымыз жалпы оқырманға, жалпы халыққа осындай көмек тиіп отыр деп айта аламын. Жақсы, Қажет. Бізге тағы бір сұрақ бар. Алло. Сауалыңызды қоя беріңіз. Алло. Тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Мына Қажет Андас деген бауырымызға сұрақ қояйық деп едік. Жақсы. Сәлеметсіздер. Саламатсыз ба? Мен сіздің мынау беріп жатқан сұхбатыңызға бірден көңілім толып, сізге жеке сұрақ қояйын деп отырған себебім, жалпы өзіңіздің мамандығыңыз қандай? Менің мамандығым, мен Қытайда ең алғашында заң мамандығы бойынша бітірдім. Қандай? Заң мамандығын бітірдім. Кейін қазақ тілі мен әдебиетін бітірдім. Содан кейін енді Қазақстан келдік. Қазір енді бұйыртса осы бір айдан кейін Илья Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің журналистика факультетінің мамандығын алып шығамын. Негізі 3 мамандық енді. Заңгермін, тіл маманымын және журналистпін. Жақсы. Қажет, енді сіз жаңағы отбасыңызда алғаш болып осы отанға келдіңіз. Енді Қытайда қалған туыстарыңыз бар. Енді соларды көшіріп әкелу мәселесі қалай қолға алып жатырсыз? Сол жаққа барып тұрасыз ба? Ол жаққа барғанда біздің ел туралы, жер туралы, ол кісілердің тарихи отандары туралы не айтасыз? Енді мен енді бағана айтып кеттім, біз бір семьяда бір отбасынан 8 баламыз, 5 ұл 3 қызбыз. Мен ұлдың үлкені, үйдің екінші баласымын. Біз енді біздің отбасымыздың бәрі негізгі оқыған адамдар. Енді әкем өзі ол кісі жазушы және тарихшы. Қытайдың қай аймағы? Қытайдың Іле Қазақ облысы Күнәсіп деген ауданда тұрамыз. Таңжару жолды деген әйгілі ақындар туған жер ол. Ода қасиетті жер, Кесіндегі Үйсін хандығының туы тігілген жер былайша айтқанда. Негізгі шаруашылығы мал шаруашылығы дейсіз ғой. Екінші шаруашылық мал егінді өнеркәсібі тағы дамыған. Енді мен өз әкем ақын және тарихшы. Өткен жылы Қытайдың мемлекеттік сыйлығын алды, тарихқа қосқан үлесі бойынша 10 кітап жазды. Ал шешеміз болса енді негізі дәрігер болған, бірақ ол кісі бізді оқытамыз деп енді отбасында болды. Бәріміз оқытқанда сол кісінің еңбегі болды, бәріміз оқыдық. Біреуіміз 2-ден 3-тен Қытайда университет оқыдық. Соның бәріміз бәрі жұмыс істейді. Енді мен өзім осындамын, екінімді әкелдік. Енді үйдің кенжесі Қытайда болған қазақтан еміне бар ғой, кенже қарайды. Енді әке-шешеміз келіп кетіп тұрады. Бірақ сол кенжесі енді әзір сол Шанхай қаласында оқиды Қытайдың енді. Кенжесі бұйырса биыл 7-де бітеді. Сол бітіп енді оған келін алып берсе, үйін алып берсе, немесе алып келсе, ал енді 2 бауырымды алып келген осы жерге. Ол екеуі енді біреуі мына Қазақстан бас сәулет құрылыс академиясының магистратурасын бітірді. Әзір Алматыда тұрады. Өзіне мамандығына сай жұмыс жасап жатыр енді мемлекеттік. Ал одан кейін келдіміз Газгудың магистратурасын бітірді, о да жұмыста. Ал екінші магистратурада оқып жатыр. Енді осындай жағдай бізде. Ой, жақсы, Қажет. Бізге сұрақ бар екен, тағы бір көрерменіміз сізге сұрақ қойғалы отыр. Алло? Алло, сәлеметсіздер. Сәлеметсіз бе? Мына тәуелсіздіктің 20 жылы құтты болсын, барлықтарыңызды құттықтаймын. Қажет, сізге бір сұрағым бар еді. Иә. Сіз жаңағы Қытай жерінен жүрген кезіңізде, оқушы кезіңізде, жаңағы 1986 жыл Қазақстанда болған желтоқсан оқиғасын сол жақтағы қандас бауырларымыз қалай қабылдады? Дұрыс. Жақсы. Енді 1980 жылдар жалпы бүкіл дүние жүзіндегі осындай бір бас көтерулердің жиі болған кезеңі.
Ол кезде Қазақстанда желтоқсан болып жатса, Қытайдың өзінде де сондай дүниелер болды. 1989 жылы Қытайда да оқушылар көтерілді Бейжіңде, сондай бір саяси себептер болған. Ал енді ол кезде мен 86 жыл енді желтоқсанды білдім деп оны айта алмаймын. 86 жыл мен 12 жастағы баламын. Ал енді 12 жастағы бала енді толық айтып бере алмаймын. Бірақ енді желтоқсанды кейін келе біз 90 жылдардан кейін университетке түскеннен кейін барып оқи бастадық, біле бастадық. Содан бері енді әзірен жақсы білеміз. Жақсы, Қажет. Біздің хабарымыздың аяқталуына да санаулы ғана минуттар қалды. Жалпы өзіңізді көріп отырған қауымға, өзіңіз сияқты мына шет жерден келген қандастарға бүгінгі отан күні қандай тілек айтар едіңіз? Бір өлеңмен тілек айтып жүрсем. Жақсы, қысқа қайырсақ. Тәуелсіздік айбыным. Халық еді қашанда біз жықпаған өр намысын, кеудесінде иліктіре алмай тұғын тағысын, әз атаның аманатын сеніміне суғарып, мекен үшін жанын қиды сан батыр мен арысын. Бүгін тәйір сол күндердің дүбірі тұр құлақта, естелік көп есте қалған ескерткіштен танитын. Өтсе дағы санамызға жүгін артып жылжып күн, бірақ жібін ешкім үзе алмайды шындықтың. Көсем сөздің қалқасында жасырынған жайғана, мен мынандай құны тозбас бір керемет сырдықтым. Елің барда еңсең биік, керісінше болғанда өміріңнің өрісі тар, тынысыз әр мұңлықсың. Бүгіндері азат ойлы ұланымын өрелдің, қожасымын деп айтсам да артық емес әлемнің. Бір кездері жігерімнің жаншылғаны ақиқат, енді міне алыс жақын ағайынмен теңелдім. Көк байрақтың желбірінен сенім алып сергісем, ән ұраның үнеменен тың сезімге бөлендім. Я, тәубе тәңір, келгеніне бұл күннің биік арман мұраттарға тың тебінмен ұмтылдым. Желтоқсанның ызғарында жерге сіңген намыстан жарып шыққан жауқазындай жаңа түрмен құлпырдым. Берекесі бейбіт күннің қашпас екен деп тілеп, аңсау менен келемімен амандығын елімнің. Өткен күннің таразысы табыстары екшелген, тұғырымыз ешқашанда мызғымайды деп сенем. Ендік арман биігіне жеткізетін жетелеп, еркіндіктің айбынымен айдынында деп сенем. Десе дағы елпелін бейімдейтін тірлікке береке мен ынтымақтан айырылма тек көкем. Бәріңізге осы береке мен ынтымақ тілеймін. Жақсы, Қажет. Арнайы келіп сұхбат бергеніңізге біз де